Күндердің күнінде жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақбоз үй тұр. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: "Бұл не жиын?" деп сұрайды. Хан сонда: "Қалада қара болса да байлығы менімен қатар Уәлібай дейтін бай бар. Сол Уәлібайдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақыласқан кісіге тием деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкімнің ақыл артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып, қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны" дейді. Жаман: "Мен де барып көрсем қайтеді" деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барып есікті қағып еді. Бір әсем келіншек шығып: "Не жұмысыңыз бар?" деп сұрайды. "Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт" дейді. Келіншек күліп қызға барып: "Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп сен де жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі, сенде жұмысым бар" дейді. "Сенен ол да дәметіп жүрген" деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп: "Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер" деп жеңгесіне гауһар пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң жаман қолына алып қарап тұрады да: "Бар, мұның құралын әкел" дейді. "Ойбай, әлгі жаманның мұның құралын әкел" дейді деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз: "Жарайды" деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бір бөледі. Шыны табақты уатады, пышақты жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ жарады. Соң "Мә, бикешке апарып бер" деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып тұра келіп: "Сол адам сайтан болмай, адам болса тап менің таңдаған кісім, шақыр мұнда" дейді. Жеңгесі не дерін білмей жаман дертіп келеді. Қыз оны құрметтесіп қарсы алады. Бұрында талай бай балалары, хан балалары келіпті. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. "Бәрі де менің үйімде пышағым жоқ па? Болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па? Я тіпті қайрақтап алмай жүрмін бе?" деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып: "Бұл қалай болды? Осы 35-ке келді, кісі таңдап әлі отыр. Сірә осы басқа бір адамы бар шығар. Ондай адамы болса ұстап алсын" деп қарауылға қойыпты. Таң атқан соң жаман қыздың үйінен шығып бара жатқанда қарауылшылар оны ұстап байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары жаманды дедектетіп ханға алып келеді. "Мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды" дейді. Хан жаманды оңаша алып шығып: "Қызың үйіне бардың ба?" деп сұрайды. "Жоқ, мыналар ұстап алдық" дейді ғой. "Олар өтірік айтып бәле жауып жүр. Мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да ұсынып едім. Уәлібай маған одан қымбат емес. Шыныңды айт, қызды алып беремін" дейді хан. Жаман шынын айтпайды. Хан ашуланып жендеттеріне жаманды дарға асуға әмір етеді. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды дарға асып, мойнына тұзақ салып, дардың жібін тартып жоғары көтереді. Жаман иманын айтып қырылдап, енді демі бітуге айналғанда көпті жарып, ақбоз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышты дардың жібін қиып жібереді де, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлделең тастап жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып есін жиған соң жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда: "Мені енді ханға апарыңдар" деп өтінеді. Жендеттер жаманды ханға алып келгенде хан: "Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі етесіңдер ме?" деп ақырады. Жендеттер не болғанын айтып беріп, дарға ас десе әлде де әзір екендігін білдіреді. Енді хан жаманға: "Маған барам деп неге айттың? Әлде маған ашпаған сырыңды ашайын деп бедің?" "Я тақсыр, шынымды айтайын деп келдім." "Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді?" "Рас еді." "Алам деп уәде беріп бедің?" "Беріп едім." "Ендеше маған неге айтпадың?" "Тақсыр, маған айтпаған себебім мынау еді. Мен Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда ол маған шыны табақ, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ал оның қайрақтай болып қақ бөлінгенше, табақтай болып уатылғанша, пышаққа түсіп басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мен алады" деген еді. Сол сырды пышаққа түсіп басым кесілгенше айтпаспын деп, табақты қиратып гауһар тастай жарып сен аламын деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпадым. Қыздың өзі мені аяп ақбоз атқа мініп бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып
көкірегіме көлденең қылыш тастап кетті. Онысы мен үшін күнәсіз өлмей ерлігіңді көрдім, қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді. Антыңды қайтып ал деген еді. Өз рұқсат берген соң ағымнан жарылып отырмын деп Жаман сөзін аяқтайды. Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, елін жинап 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болыпты. Бір күні қырық уәзір кеңесіп отырып, бұл Жаман біздің ат артында мінгестіріп алып келген Жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды, қыз әперді. Бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас. Біз бұл екеуін араздастырайық. Ханға Жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа барып көрсетелік. Сөйтіп екеуінің арасына от жағалық деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелі ханға мақтайды. Тақсыр, шынында ол әйел сізге лайық әйел деп ханда азғырады. Хан Жаманның үйіне барып өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында да маған лайық әйел екен деп ойлап, үйге қайтып келіп 40 уәзірмен кеңеседі. Осы істі ойға салған сендер едіңдер. Енді сол әйелді арбауға маған қандай әйел тауып бересіңдер дейді. Уәзірлері кеңесіп, жақсы тақсыр, Жаманды шақыртыңыз, біз оны барса келмеске жұмсайық, сонда ол өлер, ол өлген соң басы бос әйелді сіз алмай кім алады дейді. Жаманды шақыртуға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып саңылаудан сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман жатыр. Әйелі шарайнаға қарап, өз көркіне өзі таңғалып Жаманға сөйлейді. Мен осы Тәңірісінің ісіне таңғаламын. Әркімнің өзінің қатарына қосса еді. Арасы жер мен көктей адамдарды табыстырған Тәңірінің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме қарасам 14-інде туған ай сияқтымын. Саған қарасам суы біткен көлдей, қара майы біткен шелек дейсің. Жаман басын көтеріп алып, жоқ, олай емес. Адам атамыз бейіштен қуылып шығып бара жатқанда Тәңірі, ей адам, бейіш сенің тұрағың еді, сайтанның азғыруымен шығып барасың, енді бейіштен қалағанды алып кет деген екен. Сонда адам, Тәңірі сенің қандай затыңның қадірлі екенін қайдан білейін деген соң адамзатқа пайдалы 3 затым бар. Біреуі қыдыр, біреуі бақыт, біреуі ақыл, осының бірін ал деген екен. Тәңірі, сонда адам ақылды алыпты. Ақыл тұрмаған жерде бізде тұра алмаймыз деп қыдыр да, бақыт та ақылға ерген екен. Сол сияқты сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Менің қаралығыма, я қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің деп қарқ-қарқ күледі. Әйел Жаманның сөзіне күліп, артына қарағанда бет пердесі ашық екен. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп, есінен танып құлап қалады. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып, ханға қайтып келген соң, хан, сен кеткелі көп уақыт болды. Мұнда жұртты еріп отырғызып қойдың ғой дейді. Жігіт басынан өткен оқиғасын айтқан соң, әуелде әйелді жақсы көретін хан онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң, Жаман ханға барайын ба деп әйелмен ақылдасады. Әйелі, бар, сені барса келмеске жұмсарын көптен ақ білгенмін, риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, жылынған жорға мінбе, жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзірімен дені 3 күншілік жерге шығарып салар, олардың қарасы үзілген соң, сен де қайт. Орман ішіне апарып атыңды сойда, етін алып кел, соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт етемін. Барсаң айтамын дейді.